Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зұлымдықтың тағы бір үлкен себебіне тоқталып өткен хадистің аясында, ол не? Сараңдық. Сараңдық сендерден бұрынғылардың түбіне жеткен дейді. Егер арамыздағы бай кісі байлығынан біреуге қарайласып, ағайын туысына қарайласпаса, ағайын туысының өзі оған дұшпан болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол үшін зекет садақа берген кезде алыстағы біреуге емес, ағайынға беруді бұйырған. Жақсылық жасағың келсе, әуелі кімнен баста? Өзіңнің жақыныңнан баста. Себеп, мысалы, менің бір ағайыным болып, осы сыртқа жәрдем беретін болса, менің ішімде не ойлаймын? Жақсылық жасағыш болсаң жүрміз ғой. Көрмес түйенді көрмес дейді. Біз жаныңда неге жүрміз? Ағайын болып неге жүрміз? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахаба келген, Талха келген радиаллаху анху, не деген, менің Алла аят түсірген, сендердің ешбірің өзінің жақсы көрген нәрсесін Алла жолында сарп етпейінше Алланың рахымына іліге алмайсыңдар деген аят түседі. Содан Талха келіп не деген, я Расулалла, мен Байруха деген үлкен нем бар, құрма бағым бар. Сенің қолыңа тапсырдым. Қай жерге дұрыс деп тапсаң жұмсауды, сол жерге жұмса деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Талха қарап айтқан, бақ, нендей керемет сауда, нендей пайдалы сауда. Сен менің айтқанын тыңдасаң, өзіңнің ағайындарының арасында бөліп бер деп айтқан. Содан Талха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзін құп алып, өзінің туған туысқандарының арасына бөліп берген.